Саламатсыздар ма достар? Бүгін бізде қуырдақ. Бүгін қуырдағымызға керегі бүйрек, бауыр, жүрек, өкпе, ет. Үстіне салатынымыз картоп, пияз, сәбіз, болгар бұрышы, тұз, бұрыш, лавр жапырағы. Бірінші бауырды аламыз, кесіп, дайындап, бөлек ыдысқа салып қоямыз. Себебі оны картоп салғанда картоппен бірге салынады. Міне осындай қылып сақтаймыз. Мен өзім қуырдақты, осы өкпе, бауырдан жасалатын қуырдақты сақтаған жақсы көремін. Бұл кейінге қалдыра тұрамыз. Жаңа айтып кеткендей, картошканы салар уақытта бірге саламыз. Енді қалған бәрін бауыр сияқты ұсақтап турап, осыны пиязды майға қуырып қуырамыз. Мына өкпе, бауыр, мына қуырдақтық етіміздің бәрін осылай құттай көбікпен турадық. Болды, дайын тұр. Енді пиязымызды кесеміз. Пиязын аркөп кесіп, майға қуырамыз. Сосын жуып, жаңағы етімізді саламыз. Майымызды құямыз. Мен пияз бен сәбізді әдемілеп тураған жоқпын, себебі ол 1 сағат жарым, 2 сағатта етпен бірге бұқтырылып кететін, езіліп бұқтырылып кететін. Сол себептен мен әдемілеген жоқпын. Сәбіз бен пиязды 5 минутта екеуі бірге қуырдық. Енді жуылып суда тұрған кесілген еттерімізді саламыз. Шамалы араластырамыз да, бетін жауып. Орташа оттан сәл төменірек қылып бұқтырамыз. Енді етіміз піскенше, дайын болғанда үстіне салатын пиязды кесіп, перісті кесіп дайындап қоямыз. Енді картопымызды кесеміз. Картопымызды жаңа етті қандай көлемде кестік, сол көлемде кесеміз. Көбеке. Көріп тұрсыздар ма?
Міне картопымызды дайындап, кесіп дайындап қойдым. Қазір бетін пищевой пленкамен жабамда осылай тұрады. Ет дайын болғанда үстіне саламыз. Бір сағат болғанда тұзын, бұрышын салдым. Бір сағат 15 минутта міне дайын болды. Бауырын салып жібереміз бұлай үстіне. Картопын саламыз. Енді міне шамалы картоптың үстіне тұз саламыз. Менің мына табам кішкене үлкендеу болғасын, мен осыған пісіріп тұрмын. Егер де сіздің табаңыз кішкентай болса, мына құрамдағы тамағыңыз сізге сыймайды. Одан да қазанға пісіргеніңіз дұрыс болады. Вообще мына чугунный баяғының қазандарына пісірген дұрыс негізі. Енді лавр жапырағы мына ровно 2 сағатта қордағымыз дайын болды. Қараңыздаршы, қандай керемет болып шықты. Қазір тарелкаға саламыз. Дәмін көреміз сосын. Қордағымыз дайын болды. Менен сіздерге осындай әдемі рецепт, сіздерден маған лайк.